Қаланың тәртіп сақшылары шаһар тазалығының ақсап тұрғанын алға тартып отыр. Себебі жұртшылықтың басым көпшілігі тәртіпке бағынбай, қоғамдық орындарды ластауға жиі барады екен. Жыл басынан бері 700-ден аса тұлғаға айыппұл салынып, әкімшілік жазаға тартылған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 330 бабына байланысты көшелерде және барлық жерлерде қоқыс лақтырған үшін, темекінің қалдығын, не болмаса қағаз лақтырған үшін жаңағы осы 330 бап бойынша әкімшілік жазаға тартылады. Жылдың басынан әкімшілік жазаға 708 адам тартылды. Жылдың осы биыл 8 айдың ішінде 708 адам тартылды. Оның ішінде 81 адам әкімшілік қамауға тартылды. Тәртіп сақшыларының сөзінше, тұрғындар арасындағы жастар жағы көшеге күл қоқыс тастаудан ешкімге дес бермейді. Егер ережені елемей тәртіпке бағынбаса, онда сол адам қатаң түрде әкімшілік жауапқа тартылады. Оның үстіне әрбір ауданның учаскелік инспекторлары әрдайым тазалық жұмыстарын бақылап жүретіні тағы бар. Полиция сотрудниктары байқақпаған жерде, жаңа қоқыс лақтырған адамды, не болмаса басқа да тәртіп бұзып жатқан адам байқақпаған жерде, ол адамды әкімшілік хаттама толтырады, материал жинап, сотқа жолдайды. Заң бұзушылықтардың дені қалада тазалық сақтамауға қатысты, яғни тұрғындар қоқысты кез келген жерде тастап кетеді. Мамандар тұрғындарға шаһар тазалығына немқұрайды қарамауларын сұрауда. Қаланың тұрғындарын айтатыным, жаңағы қаланың тазалығы үшін жаңағы тазалыққа қарай жүру керек та, қандай жаңағы қағаз, жаңағы шемішке, анау сондай қоқыс зат лақтырмауға тырысқандарын сұраймын. Қоғамдық орындарда темекі тарту былай тұрсын, шемішкенің қабығын жерге тастаса да айыппұл салынады. Аялдама, демалыс орындарының жанын былғауға болмайтыны тағы бар. Тек арнайы орындарда ғана темекі шегіп, оның тұқылын қоқыс жәшіктеріне тастағандары жөн. Ақерке Заирова, Евгений Ходоров, Сфера арнасы.